Жақында ғана біттік. Міне материалдар. Ал мына жерде осы бір суық плиткада бір денені жуындырдық мұздай сумен. Сондай бір жағдайда бір жап-жас жігіт өліп кетті. Жақында оның денесін анандай бір зембілдердің бірімен алып кетті. Ал дәл қазір оны өз ауылында жерлеп жатыр. Жап-жас жігіт түнгі клубта есіртке қабылдап отырған күйі, харам әйелдермен отырған күйі өліп кетті. Ол жігітті танушы едім. Жақсы көлікпен жүруші еді. Өте жағдайы жақсы еді. Барлық нәрсе қолында секілдеді. Бірақ мен оған намаз оқысайшы, харамды тастасайшы дегенімде ол маған үлгеремін ғой. Ертеңде күн бар ғой деуші еді. Бірақ оның ертеңі осы бір жерде, оның денесін жуындырған жерде келді. Денесі кебінденді. Сөйтіп, анандай бір зембілдердің бірімен алынып кетті. Дәл қазір оны жерлеп жатыр. Оның ертеңі сол күй келмеді. Ол келеді деп ойлаған. Бауырларға айтарым, ертеңге қатты үміттеніп қалмаңыздар. Ол ертең сол күй келмеуі мүмкін. Ал біздің комфортымыз, ақшаларымыз, дүниеміз осы жерде қалып кетеді. Жерге бізді көмеді. Жер астында жалғыз қаламыз. Ал ол жерде бізге ешкім көмектесе алмайды. Дінімізді үйренейік, Аллаға оралайық. Харамды тастайық. Тәубе етейік, бауырлар, тәубе етейік. Аллаға қайта оралайық. Уақытымыз бітпей тұрғанда.